Сәлеметсіздер ма, қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Өзімнің C18. Бұл парақшаны неге ая жүргізбейді, неге басқа біреулер жүргізбейді деп, бір кісілер бұны кім жүргізеді деп сұрапты. Мен жүргіземін, себебі мен күнделікті келгеннен кейін қоғамдық қорғаушы болғаннан кейін барлық хабардан сіздерді хабардар етіп, мына орындарға күнде, Құдайдың құтты күні, күніне бір рет келіп кетем. Мынау C18-ге келем, бүгін тамақ алып келгенбіз тағы да. Бердақты басқа камераға көшіріп жүріпті. Алдын отырған жігіттің әпкесі екеуміз кезектесіп алып келетін болып келіскен едік. Өкініштісі енді қайтадан камера ауыстырған, ол екеуін екіге айырып, білмеймін, бұл жақтың саясатын кішкене түсінбедім. Психологиялық давление деген сол шығар, бір орынға енді үйренген кезде тағы да ауыстырып, шын айтам, уже надоели, шаршатты ше. Мынандай пакетке салып аламыз, үлкен сгущенка алдым. Бердағы блинчик жақсы көретін, кішкене үйдің тамағын сезінсін деп, мынандай ғана пакеттерде алады екен сгущенканы. Сол блинчик жасап келгенбіз ғой, мамам екеуміз. Мамам ана жақта очередті күтіп отыр, қазір тамақ тапсырады, мен қоғамдық қорғаушы болып кірем, Құдай қаласа. Сол осы парақшаны мен жүргізем, есімім Перизат. Көптеген сұрақтар кепті, ашып, қарап отырсам, неге дейді. Енді Бердақ жүргізе алмайды ғой, ішінде отырғаннан кейін. Бір кісілер түсінбей жатыр екен, Бердақ қайда, өзі неге жүргізе алмайды, қалай ол оның ішінен хат жазып отыр деп та. Хат жазады, біз саламыз, біз жүргіземіз. Ол өз бізге жасап жатқан өтініші, осыны халық білсінші, инстаграмды жүргізе бер деп рұқсатын берді. Сол бүгін күнде суық екен, күн суық кезде ойымдайсың, мына жақ кәдімгідей суық болатын шығар, камералардың іштері. Оның үстіне жас қыздар, жігіттер бар. Енді обал болды. Халық, мемлекет қарасат деген ойдамын. Үмітімізді үзбейміз, Алла жар болсын. Жатқандарын естіп көрейік. Біз міне желтоқсан 189-дағы прокуратураға келдік, Ауғанбаевпен кездесуге. Қазір Ауғанбаев бізді 3-ке жазған өзіне қабылдауына. Не айтып, қандай шешім қабылдады? 3-те келгеннен 5-те кірдік қабылдауларына. Сол енді осындай жаңалықтармен бөлісіп отырам. Себебі осындай бөлісіп отырмасқа болмайды. Біз Ауғанбаевтың алдына кіре алмадық, себебі жиналыстан бірден кесірден кетіп сылтау енді айтады ғой енді. Сөйтіп бізді көмекшілер қабылдады, заместительдері. Біраз нәрсе айтып, сендіріп, жауабын қайтарамыз деді. Қазір қайтып бара жатыр, бағана